16 жасқа толған балаларға арналған. Топтық төбелестің кесірінен Қармақшыда бір үйдің жалғыз баласы мерт болды. Ауыр соққыдан алған жарақаттары салдарынан 25 жастағы Сәрсен Бисенұлы сәуірдің 5-інде ауруханада көз жұмды. Бұзақылар сырттан келген жоқ, бірін-бірі ұрып соғып жүрген сол жосалының жастары. Қазір бұл іске қатысты тергеп тексеру басталды. Армағайын, өміріміздің өңін өзгертпей, апта бойына біз куә болған жағдаяттарды бәз қалпында таспаға түсірген едік. Ішімдіктен көзіне шел, көңіліне жел бітіп есіргендер, рухани азғындыққа ұшырағандар, Құдайдан қорықпағандар төбе шашымызды тік тұрғызды. Ал сіз ащы шындықты тыңдауға дайынсыз ба? Құлақ түрсеңіз, 20 минут бойы арнамызда заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз адамды бұзатын үш-ақ нәрсе: атақ, ақша, арақ. Ішімдіктің салдарынан екі көзі су қараңғы ғаріп жанды өлтіріп алған Қармақшы тұрғынына қатысты сот үкімі шықты. Қазақстан қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігіне кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылсын. Ал Түркістан тұрғыны Шиелідегі қонақ үйдің бірінде өзімен ішімдік ішіп, жыныстық қатынасқа түскен әйелді пышақтап өлтірген. Харамның кесірінен қолын қанға малған тағдырлар туралы айтамыз. Басына үс түсіп, тағдыр тәлкегіне ұшыраған жандар арашаны өзге біреуден емес, соттан іздейді. Ал адам тағдырын таразылар кезде судьялар нендей күйді бастан кешеді. Аяқ ішпен, кейбір істермен, кейбір кезде ұйқысыз да түндер өтеді. Виртуалды сот. Шалғай елді мекен тұрғындары да енді сот процестеріне онлайн түрде қатыса алады. Айдың аяғына дейін барлық ауылдық округтерді қосу жоспарланып отыр. Адамды бұзатын үш-ақ нәрсе: атақ, ақша, арақ. Мұны Бауыржан Момышұлы айтқан. Расында атамыздан қалған ас емес, барлық жамандықтың бастауы осы қуарақта екен біле тұра, одан жеритін түріміз жоқ. Біреулер ащы суды сатып байып отырмыз дер, бірақ қоғамға одан не береке, не қайыр. Бүгінде ауыр қылмыстардың басым бөлігі арақтың буымен жасалады. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында күні кеше 2 қылмыстық іске нүкте қойылды. Екеуінде де ішімдіктің салдарынан адам өлді. Ал бірер күн бұрын Қармақшыда үлкен жиын болды. Халық пен билік бас қосып, арақ шараптың оңды-солды сатылып жатқанына алаңдаушылық білдірді. Әңгіменің төркіні хабарымыздың басында айтқан кісі өліммен аяқталған төбелестен шығады. Ауыр орташа қылмыстар, мынау төбелестің барлығы спирттік ішімдік ішілгеннен кейін болып жатқан қылмыстар көбісі. Сондықтан қалай болғанда да мына барлық сауда орындағы спирттік ішімдіктерді сатуын қатаң бақылауға алу керек. Екіншіден, барлық тойханаларда, кешкісінгі мейрамханаларда уақытын шектейміз. Бізде аэропорт деген бар. Мен соның қасында тұрамын. Таңғы сағат 4-ке зорға тұрады, мен 4:30-да. Күннің 5-те кей кезде. Барлық осы салдағы түнгі ойын-сауық мейрамхана тауысады, барлығы сосын барып аэропортқа барады. Аэропортқа барып азанға дейін орда. Қызы да, ұлы да айқай-шумен естін ала зорға ең аяғында полиция шақырып сөйтіп тартамыз. Міне мәселе қайда жатыр. Біле білсеңіз, елімізде ақсақалдардың шешіммен арақ шараптан түгел бас тартқан ауылдар бар. Қармақшының қарияларда ішімдік сататын сауда орындары мен жік-жікке бөлінген райондар мәселесін ел болып бір жақты етуді талап етіп отыр. Қазір міне сада ойын балалары соңғы кездерде анау жаңағы арақ ашқын түбіне жиналатын болыпты. Олар не ойлап жатқанын білмейміз. 26-шы мектептің түбінде деген 18-ге дейін балдар жиналып түніменен күні бойы бала оқиды, түні бойы жерде қаяққа баратындар. 30-шы мектептің арты толған сондай участка қайда жүр. Үйінде шыққан ана кетіп баратқан бұзауыңа да қарайсың ғой, балаң шығып баратқан кезде қалған қаяққа барасың деп айтсаң, ол именен. Түн жамыла үйінен шығып бара жатқан зағип жанды да біреу-міреу тоқтатқанда қайғылы жағдайға душар болмас бет. Заң сөйлейді хабары біреудің қателігінен сенсация жасаудан аулақ. Дегенмен сіз бен бізге сабақ болсыншы. Харамның кесірінен қолын қанға малған тағдырлар туралы айтамыз.
Қызылорда облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты. Тараптар соттың үкімін тағатсыздана күтіп тұр. Сотталушы Қармақшы ауданының тұрғыны. Саршаев Қонысбай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мәртебелерде өтеу белгіленсін. Қонысбай Саршаевқа өзінің жерлесін, яғни екі көзі су қараңғы ғарып жанды пышақтап өлтірді деген ауыр айып тағылды. Оқиға 2018-дің қазан айында болған. Ішімдік ішу кешқұрым зағип адамның үйінен басталады. Одан соң оның екі танысы отырысты басқа мекенжайда жалғастырады. Түнгі 12-лердің шамасында мүмкіндігі шектеулі жан үйінен шығып кетіп, бөтелкелестеріне қайта қосылады. Араққа сылқият тойып алғандар арасында болмаш әңгімеден жанжал туып, балағаттаудың арты зағиптың өліммен аяқталады. Марқұм Бақытжан Отаров жүрек тұсына тиген пышақ жарақатынан мерт болған. Сот талқылауында сотталушы айыптауды ішінара мойындады. Аяғын шалыс басқанның өкініштен өзегі өртенгенімен тым кеш. Ешқандай қасақана деген ойында болған жоқ. Кішкентайымыздан бірге өстік. Әділ жаза шығарсаңыз. Ішкіліктің салдарынан кісінің қанын мойнына жүктеген Саршаев 8 жылға сотталды. Қылмыстық кодекстің 99 бабының 1 бөлігі. Адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату 8 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Дәл осы бап бойынша тағы бір сотталушы 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі әзірге күшіне енбеген, бірақ жазадан қашып құтылмасы анық. Қанды оқиға Шиелде болған. Түркістан облысының тұрғыны қонақ үйдің бірінде өзімен ішімдік ішіп, жыныстық қатынасқа түскен әйелді пышақтап өлтірген. Жаппаров дейтін. Шиелі ауданына келіп, жеке кәсіпкерге мал бағу үшін жалданып, бір ай жұмыс істейді. Бір айдан кейін екеуі келісім шартын үзіп, бір айлық жалақысын алып, сол Шиелі кентінде орналасқан Мейір деген қонақ үйге келіп, өзінің ауылына қайтпақшы болып орналасады. Сол қонақ үйде екі қызбен танысады. Бұл екі қыз жаңағы жеңіл жүрісті қыздар екен, өздерінің қызметтерін ұсынады. Иман мен арақ бір жерге тоғысқан ба? Ұятты һәм жиіркенішті іске ақы төлеу мәселесіне келгенде масайраған екеу арасына жанжал килігеді. Ашу-ыза үстінде сотталушы асхана пышағын жәбірленушінің жүрек тұсына сұғып алады. Одан соң бір емес, бірнеше жеріне дене жарақаттарын салады. Жәбірленуші оқиға орнында жан тәсілім етеді. Мойындаймын толығымен, өкінемін қалғаныма. Менің қызым деген ондай жеңіл жүрісті қыз емес ол деген. Қасына қалушысы апарып алып кетіп отырған деген. Ол өмірінде бірінші барған жер гостиница дегенде білмейді ол қыз деген. Көңілге қаяу салған сұрықсыз оқиғаның запыран тұсы осы. Итің ұры десе намыстанатын қазақ ұл мен қыздың тәрбиесін босаңсытып алғандай. Сол себепті де төрағалық етуші Асхат Сабыров Мейір қонақ үйіндегі жағдайға облыстық полиция департаментінің бастығы назар аудару қажет деген жекеше қаулы шығарды. Жеңіл жүрісті қыздарға қолданылған шара мен оның нәтижелері туралы хабарлама сотқа бір айдан кешіктірілмей жіберілуі тиіс. Негізі қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында кілең айтуға ауыз бармайтын қылмыстық істер қаралады. Соңғы 3 айдың өзінде сот өндірісіне адам өлтіру дерегі бойынша 4 іс, зорлау фактісімен 1 іс, жас балаларды азғындық жолға түсіру бойынша 2 іс түскен. Небәрі 3 айда 21 адам сотталды. Соның ішінде 14 адам ауыр санаттағы, 4-еуі аса ауыр қылмыстарды жасаған үшін бас бостандығынан айырылды. Назар аударатын мәселе жан түршігерлік оқиғалардың тізімін балаларды зорлап, оларға қорлық көрсету, күш қолдану бастап тұр. Қаралып жатыр. Бүгінде қазір 4 қылмыстық іс бар. Яғни қылмыстық кодекс 124, 121 баптарымен, 120 бабымен, яғни жас балаларды
зорлау, оларға сексуалды сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерін көрсету және жас балаларды азғындық жолға түсіру. Ол істер аяқталған жоқ қазір. Өкінішке орай көбейіп отыр. Жаза жеңіл деп айтуға болмайды. Қазір біз химиялық кастрациялауды қосымша жаза есебінде қолданып жатырмыз осы сипаттағы істер бойынша. Қылмыстың өтеуі жаза, ал адам тағдырын таразылайтын лауазым иесінің мұндайда ағаттыққа жол беруге еш құқы жоқ. Сот төрелігін іске асырған кезде судья ең әуелі ар-ождан дейтін құдіретке, сосын ішкі түйсікпен заңға бағынады. Осындайда төрелік етушінің маңдай тері қабылдаған шешімдерінің сапасымен және сотқа жүгінген тараптардың қанағаттануымен өлшенеді. Мына хат жоғарғы сот төрағасы Жақып Асановтың және облыстық соттың төрағасы Қамбар Нұрышевтың атына келіп түскен. Қала тұрғыны Бибісара Тәшімбетова Асхат Аббасұлының әділ сот үкімін шығарғанына алғысын білдірген. Баласының басынан өткен қиын жағдайды баяндап, соттың көмегімен оны қалай еңсеріп шыққанын жазыпты. Ұлым бірнеше баппен, соның ішінде 99-шы баптың бірінші бөлігінде қарастырылған қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған деп айыпталған болатын. Ұлымның мылтықты тауып алып, қызықтап қарап отырып атып алғанын, жәбірленушіге ауыр дене жарақатын салғанын, оны сол жерде болған куәлар да растаған болатын. Сот 3 жыл мерзімге шектеу жазасын тағайындап, ұлымды сот залынан бостандыққа жіберді. Сол үшін үлкен ризашылығымды білдіріп отырмын. Әділ сот үкімін қабылдаса, ол оның міндеті деулеріңіз мүмкін, бірақ мен және ұлым судья Асхат Сабыровқа алғысымызды білдіреміз. Халқымыздың сауабына қала берулеріңізге тілектеспіз. Сабыровқа деген сенім, сотқа деген сенім. Судьяға айтылған алғыс күрделі саланың жұмысына берілген баға. Яғни сот жүйесінің беделі судьялардың әділ төрелігімен өлшенеді. Ал азаматтардың оң көзқарасы нақ осындай әсерлерден қалыптасады. Осы сенімге селкеу түсірмеу жолында бүгінде сот жүйесінде ашықтық пен жариялыққа баса мән берілуде. Аудио бейне жазба құралдарымен қамтылған сот залдары өз алдына мұнда да ашық есік күндері өтеді. Қарапайым тұрғындарды толғандырып жүрген мәселелер бойынша төрағаның өзі қабылдап, қойылған сауалдарға сәйкес заң талаптарын түсіндіреді. Ал бізге берген сұхбатында Асхат Аббасұлы арақтың қоғамға тым қауіпті болып бара жатқанына қынжылыс білдірді. Ішімдікке бой алдырған адамға ең әуелі ет жақыны тоқтау салу керек дейді. Расында әр басқан қадамымызға иман таразы болса, адам тағдырын сот таразысына қоймас едік. Мұсылман елдерінде Ескендір Зұлқарнайн деген есіммен белгілі македондық Александрды ұлы қолбасшы болған деседі. Өмір бойы соғысумен аты жер жаһанға мәшһүр болған әміршінің ішкілікке әуес болғаны соншалық бір отырыста өз досы Қараглитті өлтіргені тарихта таңбаланып қалды. Яғни қанды шайқастарда қырылған қаншама адамның емес, ең жақын досының өлімі қанша ғасыр өтсе де бойына ауыр жүк болып артылғандай. Ойланатын жайт. Қазір басына іс түсіп, тағдыр тәлкегіне ұшыраған жандар араша күтеді. Ол арашаны өзге біреуден емес, соттан іздейді. Осы орайда аймағымыздың судьялары қаншалықты әділ қазылық етіп жүр. Судья да ет пен сүйектен жаралған ғой. Олар ауыр істерді қараған кезде нендей күйде болады? Бұл сауалдарды біз облыстық соттың қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының төрағасына қойдық. Мен шын айтса жұмсақпын. Сыртында не болғанмен, заң ауыр жаза қолданғанмен кейбір жағдайда сол оны былай ішкі заң былай жұмсақтығым ба білмеймін, енді өзі аяғышпын, соны кейбір істермен кейбір кезде мысалы даже ұйқысыз да түндер өтеді, ойланып шығасың, дұрыс жасадың ба, бұрыс жасадың ба дегендей. Аса ауыр қылмыстар қарайтын сотта өзі құрылғанынан бастап 5 жыл сол жерде жұмыс атқардым. Сол жерде әсіресе көп кездеседі адам өліміне байланысты істерге. Әкесі баласын қазаға ұшыратады, баласы әкесін қазаға ұшыратады, әртүрлі жағдайда. Әсіресе ішімдікке байланысты көбінесе болады. Сол кезде мына судьяның алдына моральдық жағы шығады. Заң оны қатаң жазаға тартуды талап етеді. Әділдік, былай қарасаң, енді
әртүрлі жағдай болады ғой, енді қалай болса да өмір ғой, қандай болса да өмір, қандай болса да әке, қандай болса да бала. Сонда соттың алдында, сол шешім шығарардың алдында сондай мәселе туындайды. Бірінші инстанцияда мына қалалық аудандық соттарда қаралған істерге келіспесе, шағым жазып, осы апелляциялық сотқа келеді. Жылдан жылға сол шағымданған істер азайып келеді. Жылдан жылға, мысалы, мына 3 аймен салыстырғанда, осы 3 айды алсақ, 31%-ға шағымданған істер былтырғы жылмен салыстырғанда 31%-ға кеміп отыр. Яғни ол не деген сөз? Ол бірінші инстанциядағы шешіммен сол барлығы келісті. Өзгерген, бұзылған үкім деген болмау керек. Өйткені ол әрбір өзгерген, бұзылған үкімді біз мына азаматтардың құқықтары бұзылған деп есептеуіміз керек, есептейміз де. 2004 жылы осы облыс сотта судья болып атқарып жүргенде, мына 2 сотталушы жөнінде, ол ауданда тұратын сотталушылар осы Қызылордаға келіп, жыл сайын 97 жылдан бастап 2004 жылға дейін таксистерді жыл сайын бір таксистен өлтіріп, машинаны алып кетіп, ауданға апарып, сол жерде бөлшектеп, нелерін өлтірген адамдарын сол осы облыс көлемінде райондарда айдалада көміп кеткен жағдай жөнінде іс сол есімнен кетпейді. Өлім жазасына мораторий жарияланған, сондықтан екеуіне де өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ол неге еске кетпейді? Енді ондай істер басқа өңірлерде де бар шығар. Біріншіден екінші адамы ішімдік арқылы сол қылмысқа барған, ұсталған кезде оларды ішкі істер органдарындағы уақытша ұстау изоляторына жатқызады ғой 3 күнге. Сол бірінші күні түнеп шыққаннан кейін тергеуші басқа тергеу әрекеттерін жүргізгенде тергеушіге айтқан екен бірінші сөз, осы 7 жылда осы бірінші рет ұйқым қанып, жақсы ұйықтадым. Өйткені бірден мойындаған бәрін, бірден айтқан, өздері көрсеткен, қай жерде көміп кеткен. Бірінші осы 7 жылда бірінші күні ғана ұйықтап, өзім ішкі менен бір тас түскендей болып, сондай деп айтыпты. Көрдіңіз ба, қандай адам қамы жібермейді. Ол шешім қабылдағанда да 10 рет ойланып, 100 рет өлшеп, сөйтіп барып шешім қабылдап, сол шешім қабылдап болғаннан кейін де күмәнданып жүреді. Дұрыс шештім ба, бұрыс шештім ба, десе, оба болған жоқ па дегендей. Сондықтан енді сол күнде әр іс қараған кезде соттар уайыммен жүреді деп ойлаймын. Мен өзім солаймын мысалы. Шалғай елді мекен тұрғындары да енді сот процестеріне онлайн түрде қатыса алады. Бұл дегеніміз, сотқа барам деп орталыққа сабылмай, мәселені ауылда отырып-ақ компьютер, смартфонның көмегімен шешуге болады. Сот билігінің заман талабына ілесудегі қарекеттері жайлы келесі бейнематериалымызда. Бүгінде тараптардың сот отырысына келуі шарт емес. Талап арыз беруші де, жауапкер де бейне байланыс арқылы жауап бере алады. Бұл сот отырыстарын кейінге қалдырмай, дер кезінде қарауға мүмкіндік береді. Ол үшін ауыл әкімдіктеріне заманауи бейне байланыс жүйесі орнатылуда. Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының виртуалды сот жобасы аясында қазіргі таңда біз шалғай ауылдық әкімдіктерге бейне конференц байланысын әкімдіктерін бірлесе отырып орналастырдық. Қазіргі таңда Қармақшы ауданында 3 ауылдық округке, Жалағаш ауданында 2 ауылдық округке қойылып отыр. Сырдария ауданында 3 ауылдық округте және Жаңақорған ауданының 6 ауылдық округінде орналастырылды. Алдағы уақытта енді осы айдың аяғына дейін барлық ауылдық округтерді, аудандардың ауылдық округтерін қосу жоспарланып отыр. Ал жыл басынан бері жергілікті соттармен 65 іс онлайн түрде қаралса, облыс бойынша түрмелерде қаралған онлайн істердің саны 126-ны құрап отыр.
Салмақты жүкті ақтарып, ең жіліктісін көз қарақты көрермен сізге ұсындық. Дәмін татып, ой елегінен өткізу өз еншіңізде. Заң сөйлейді хабары келесі сенбіде сіздермен қайта қауышады. Бітімі бар ел, бүтін.